Саламатсыздар балалар. Қазақ тілі пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы адамдардың өмірінен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалогтен көтерілген мәселені түсінетін боласыңдар, және тыңдалған мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бересіңдер. Туынды және күрделі сөздерді жазылым барысында қолданатын боласыңдар. Балалар, суреттегі аталарыңыздың кім екенін білесіздер ме? Бұл атақты тарихшы, этнограф, археолог, ғалым Әлкей Марғұлан. Біз бүгін сендердің кітаптарыңда берілген мәтін арқылы осы кісінің балалық шағындағы бір үзік сырмен танысатын боламыз. Мұқият болыңыздар. Өркештене созылған тау беткейіндегі шағын ауылдың бір топ баласы Жасыбай көліне келді. Шыжыта шақшиған күннің ыстығына шыдамаған балалар тез-тез шешіне салды да суға қойып кетті. Суды шалпылдата шуласып жүрген балалар бір кезде қоласпақ ойнамақ болып, екі бөлінгенде Әлкей жоқ болып шықты. Балалар абыржып қалды. Ол қайда кетті екен? Жаңа ғана келе жатыр еді ғой. Өзі суға түсіп бет, көлге батып кетпесін. Осы кезде бір бала: айтпақшы, ол тағы әнеудегідей тастарды тамашалап жүрген шығар, деді жолдастарына қарап. Иә, дұрыс, ол тек сонда, басқа ешқайда кетпейді. Бұдан көңілі жайланған олар қайта жапырлап суға түсе бастады. Күн еңкейген кезде әзер қайтқан ұландар анандайдан жол жиегіндегі бір аң мүсінді биік тастың іргесіне еңкейіп, бірдеме істеп жүрген Әлкейді көрді. Балалар жанына келгенде ол тершіген маңдайын сипап қойып, тізесінде жатқан дәптерге үңіліп отыр еді. Ой, сен әлі мұнда отыр ма едің? Біз сені мана үйге қайтқан болар десек, деді бір бала оған. Кәне, тағы не жазып алдың, көрсетші, деді екіншісі қағазға қолын созып. Әлкей оған қағаздарын ұсынды. Балалар жапырласа төнді. Мынау ана тастағы сурет қой. Ал мынау сондағы жазу емес пе? Өзі бәрін айнытпай салды, деді дабырласып олар. Әлкей ақырын орнынан тұрды да тұсындағы тасқа қарап: шіркін, бұлардың сырын білсе ғой, деді армандап. Содан бері көп жыл өтті. Туған өлкедегі таулардың әрбір қызық бітімді құпия тасына таңдана қарап, тамсанатын кешегі жас бала, атақты тарихшы, ғалым, белгілі әдебиетші Әлкей Марғұлан ағаларың болатын. Ермек Өтетілеуовтың әңгімесінен үзінді. Балалар, көрдіңіздер ме? Әлкей Марғұлан аталарыңыз бала күнінен тасқа қашалған жазуларға қызығып, оларды зерттеп, бала күнінде-ақ өзінің армандарына қадам басқан екен. Қазіргі уақытта Әлкей Марғұлан туралы мына ақпаратпен таныс болыңыздар. Ол филология ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, этнограф, КСР бүкілодақтық география қоғамының толық мүшесі болған екен. Балалар, көрдіңіздер ме? Әлкей Марғұланның бала кезіндегі арманы оның болашақтағы керемет ғалым болуына сеп болған екен. Енді тыңдалымнан кейінгі мына тапсырмаларды орындайық. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, бала Әлкей басқа балалардан не себепті бөлінді? Екінші, бала Әлкейдің арманы қандай еді? Үшінші, оның бала күніндегі қызығушылығы оның өміріне әсер етті ме? Төртінші, балалық шақтағы арман болашаққа әсерін тигізеді деп ойлайсың ба? Бесінші, өзіңнің қазіргі қызығушылығың арқылы болашағыңды қалай елестетесің? Балалар, бұл тапсырмаға ауызша жауап берулеріңе болады. Балалар, енді әдеби тілдік нормаларды бір еске түсірейік.
көбіміз туынды сөздерді, күрделі сөздерді бір-бірімен дұрыстап ажырата алмай жатырмыз. Сондықтан мұқият болыңыздар. Туынды сөздер жұрнақ арқылы жасалып, жаңа сөзді туындатады. Мысалы, балалық. Балалық деген сөзде, бала деген сөзге біз кім деп сұрақ қойсақ, балалық шақ, қандай шақ, қандай кезең, балалық шақ деп мағынасы өзгеріп тұр. Ал балалар деген туынды сөзге жатпайды. Бұл жерде тек қана бала деген сөзге лар деген көптік жалғауы, көптік мағына үстеп тұр. Сондықтан кез келген жалғау немесе жұрнақ оны туынды сөзге айналдыра алмайды. Туынды сөзге айналу үшін түбірден басқа мағына білдіретін жаңа сөз туындау керек. Келесі сөз балықшы. Қарасаңыздар, балық деген суда жүзетін балықтан, оны аулайтын балықшы деген жаңа сөз туындап тұр. Бірақ балықтың деген сөз туынды сөзге жатпайды. Себебі бұл жерде тек қана ілік септігінің жалғауы жалғанып, балықтың деп оған басқа сөздермен байланыстыру үшін ғана жалғанып тұр. Достық. Дос деген түбір сөзге тық деген жұрнақ жалғану арқылы достық деген үлкен ұғымды білдіріп тұр. Ал достармен деген сөз туынды сөзге жатпайды. Себебі ол тек қана басқа сөздермен байланысу үшін ғана жалғанып тұрған жалғау екен балалар. Осы нәрселерді есте сақтаңыздар. Бір-бірімен шатастырмаңыздар. Келесі, күрделі сөздер екі түбірдің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі арқылы жасалады. Мұны алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Мысалы, бала, шаға екі сөз бір-бірімен қосарланып, дефис арқылы жазылып тұр. Ал балалық деген сөз ол туынды сөзге жатады. Күрделі сөзге жатпайды. Себебі бұл жерде екі түбір жоқ. Дос жаран. Бұл күрделі сөзге жатады. Себебі екі түбірден жасалып тұр. Ал достық деген бұл туынды сөзге жатады. Қол өнер. Қол өнер деген қол және өнер деген сөздердің бірігуі арқылы жасалған. Ал өнерлі бұл тек туынды сөз, күрделі сөзге жатпайды. Балалар, осы ережелерді мұқият еске сақтайық. Жазылым тапсырмасын орындайық. Біріншіден, өздеріңе ұнайтын атақты 5 адамның тізімін жазыңыздар. Ол өздеріңіздің хоббилеріңізге сай, немесе қызығушылықтарыңызға сай ұлы адамдар болуы мүмкін. Ол ақын, немесе жазушы, әнші немесе күйші, сондай-ақ басқа мамандық иелері болуы әбден мүмкін. Екінші, ішінде ерекше сіз еліктейтін тұлғаның балалық шағы туралы мәліметпен танысыңыз. Үшінші, күрделі сөздерді пайдалана отырып, оның балалық шағын сипаттап жазыңыз. Балалар, осы екі тапсырманы орындап, маған жекеге жолдаңыздар. Демек, балалар, сабақты қорытындылай келе айтарымыз, ұлы адамдардың өмірінің барлығына қарап отырсаңыздар, олардың әрбір уақыты пайдалы өткен екен. Өздерінің қызығушылықтарына сай, біліммен айналысқан, еңбек еткен. Сол арқылы керемет жетістіктерге жеткен. Сіздер де өз уақыттарыңызды пайдаланып, қазіргі уақыттан бастап осы дүниелерді ескеретін болсаңыздар, сіздермен де ел болып, ауыл болып, мемлекет болып, әлем болып мақтанатын боламыз. Сау болыңыздар, рахмет.